саған ауа райы күшті болып тұрушы. Бүгін күн жап-жылы ғой. Так. Маша жүр ғой мұнда. Маша. Так, Маша жүр. Ұстап қалдым ба не? Қалайсың, Моля? Жақсымын, өзің қалайсың? Саған естен жасым. Сен саған кеткен ғой, саған келген ғой, сен ютубтан көріп жүрмін ғой. Моля, ойнап тұрып жатыр екенсің ғой, Мен осы жерде тұрып отырмын. Саған соған келген ғой. Сен саған кеткен ғой, болды ғой. Тошыма, мен саған ұрсын ба? Да? Кезің, жарайды мен асығыспын, жарай ма? Мен қазір кетуім керек, мен пока жарай ма, Моля? Асығыспын. Так, дос, саған. Маша кетіп қалған ес. Так, жарайды, қазір видеомды бастап жіберейін. Так, сәлем достар, сендермен бірге мен Моля. Қалайсыңдар достар? Менің жаңа видеома қош келдіңіздер. Достар, сіздерге көп рахмет тіркеліп жатқандарыңызға. Давайте достар, видеоның басында айта кетейін. Біз 1000 подписчикке бірге жеттік. Енді 2000 подписчикке, ары қарай 5000 подписчикке бірге жетеміз. Моля! Қалайсың, жетен тағы ашулысың ғой? Жаман, не ашулымай мен? Розовый бәлең, кім оламай розовый? Розовый? Мен ғой розовый киініп алған. Сен емесей, ана кішкентай қыз сияқты тұру орысқа ұқсайды. Маша ол дейтін. Маша не болды? Машама кім екендігін білмей ме? Не ұрланып жүрсің заттар да? Сен дойлаң бар ғой, не заттарды ұрлайсыңдар, Қандай заттарды? Ешқандай заттарды ұрлаймын. Ол жақсы қызым дейтін. Мен 5 баламның соткасы ұрлап кетіпсіңдер ғой, Қандай соткі жанды? Сен дейтін өтірік жала жаппашы, Маша. Кімсің жетел? Күтедір қазір келем, Так, жетелдерге не болған? Так, жарайды. Берген, Не болды? Короче, бар ғой жетелдер, сендер менімен бірге Моляның үстінен заявление жазасыңдар ғой, бірге жазамыз ғой, Басеге, бәрін жазамыз. Кім жа? Менің атымнан. Жоқ, мен ұрлықшы емеспін. Жынды келсіңдер ғой сендер. Ұрлықшысың сен, түсінің ба? Ешқандай ұрлықшы емеспін мен дейтін жынды. Қазір Машамен сөйлесіп келейін, Қазір Жоқ, Машамен сөйлеспейсің, неғып сөйлесесің сен? Болды, мен қазір полиция келеді, көресің сол кезде, түсің ба? Болды, үстіңе заявление жазамыз. Барлығымыз устный заявление жазамыз, барлығымыз бірге, түсінің ба? Мен дұрыс істеген жоқпын. Істедің сен? Дұрыс істеген жоқпын, ол жынды екен ғой, жетелдер. Неге ондай болдысыңдар? Жетелдер, болды, кеттік, заявление жазамыз, жарайды ма? Кеттік, давай. Так, достар, короче, көрдіңіздер ғой, не болған, мен видео түсіріп отырмын ғой, енді бұлар қазір мен дейтін, достар, бұл Маша что-то бірдеңе білдіріп жүрген сияқты, мен бірдеңе күдіктеніп тұрмын бар ғой, Маша қаяқта екен өзі? Маша, мына жақта жоқ, так, достар, білдіртпек. Так, бай. Мен ешкім көріп қоймасын. Мынау неге дауысы громкий болып тұр? Жетел ма сөйлеп отқан? Так, көрейінші. Так, достар, қазір қашамыз. Біліп қоймасын. Бұл жақта ше, мен бәрін ұрлаймын ғой. Жетелдер дейді ғой, қайдағы жетелдер? Достар. Шөй назым. Сумкамның ішінде бомба бар, бомбаны жарам мен. Достар, дейтін. Саған, достар. Көрдіңіздер ғой, Маша бірдеңе білдіріп жүр, бірдеңе жасырып жүр, что-то. Қаяқта ол, мен үйімнің астына бірдеңе істеп қойған ба мынау? Достарынан қараңыздар, мен үйім астына не істеп қойған? Кетіп қалдым өзі, қаяқта ол? Ұсталып қалмайын қазір, достар, сіздерге көрсетуім керек мен бұл нәрсені. Так. Кетіп қалайын, достар, қазір тығыла тұруға тура келеді бізге. Өйткені Маша қазір бізді байқап қойса өтірік түр көрсетіп өтірік алдауы мүмкін бізді. Кетіп қалған күтеміз, достар. Саған ойлаңыздар, шетелдер менен көріп жатыр ол нәрсені. Қазір мен шетелдер так. Маша, кетіп батыр, кетіп қала берсіңіз. Так, қолында чемодан ұстап алыпты. Қазір шетелдер мен бұның нағараңызға жауып қойыпты, достар. Саған ашып көреміз, тез кірейік. Саған мынау дейтін не болып жатыр? Менің үйімнің астына
осындай дүниелерді неге бәрі жасыра береді, мен түсінбеймін бар ғой. Мәссаған достар, қараңыздар. Мына қараңыздар, мынау бүткіл байлықты жинапты ғой, мына қараңыздар. Жерге тамашып жүр ғой тауы. Мәссаған. Достардан қараңыздар, мына алтындарды қарасаңыздар, шетелдердің қаншама еңбектеніп жиған тергенін бәрі Маша ұрлап жүр ма не сонда? Мен сенбеген едім, шын екен ғой. Қазір шетелдерге бұның бәрін достар қайтарып беруге тура келеді. Өйткені Маша, қараңыздар, осындай зат дүние жасырып жүр. Мен сіздерге көрсетейін, Машаны мен жанын шығарам. Достардан қараңыздар, алмаз, алтын, қаншама телефон бар жатыр, Nokia ұстап жүр ғой ана шетелдер. Так, қаншама заттарын алып кетіпті ғой. Кәз, мен Машаға барайын. Ұрсып, қайта мен Машаға бар ғой. Так. Мына полиция тұр ғой. Береке, қолыңды көтер. Саламатсыз ба, полиция мырза. Сіз, мен, короче, сенің үстіне заявление жазылды, сен ұрлықшы болып ұсталдың. Сен дәл қазір сен бізге дәлелдеп бердің. Сен бұның ішінде шетелдердің тонаған заттарын сақтап отырсың ғой, иә? Жоқ, мен сақтаған жоқ, мен дәлелдеп бере аламын. Мен мына камералар несем, просто ауылда камералар жоқ та ше. Просто мен сіз қандай немен кет көрейік. Не, шетелдер күте тұрыңыздар, жарай ма? Сіз уайымдамаңыздар, заттарыңыз бәрі қайтарылады. Так, сіз полиция мырза татырыңызшы. Бұл короче кәз, жарайды. Полиция мырза, бұның... Оңбаған, сен бұл жер ауылды жарайын деп тұрсың ба не? Жоқ, бұны мен істемегем деп айтып тұрмын ғой. Мен қолыңды көтер, қолыңды. Шыным айтам, мен қолым... Шын айтам, мен емес. Шын айтам, мен дәлелдеп бере аламын. Мен бұл заттарға қолымды ұстаған жоқпын. Отпечатка пальцев деген бар, сондай нәрседен өткізіңдер бар. Мен шынымен айтам, бұны Машасы... бұны Машасы деген мен білем. Мен бұл нәрселерді шетелдерге қайтарып бергім келген. Полиция мырза, бұл нәрселерді мен шетелдерге қайтарып, мен Машаның атынан типа... Қолыңды бер. Ой, так, жарайды. Болды. Ай! Болды. Ай! Өзі сондай болады енді, уайымдамаңыз. Мен сізден отпечатка алдым. Қазір біз бұл жерде бүкілін тексереміз осы құрал арқылы. Егер шықпасаңыз, сіз яғни қылмыскер болмайсыз. Егер ұсталатын болсаңыз, демек сіз қылмыскер болып сотталасыз. Кешіріңіз. Қаша тұрыңыз. Жарайды, достар, көрдіңіздер ғой, Маша мені подставать етті бар ғой. Маша дейтін таза оңбаған екен. Неге ондай істеді екен? Мен айдалада мені кіріп кеттім ғой мына темаға. Саған достар, полиция қараңыздар тексеріп жатыр. Қазір көреміз енді анықтасын. Мен ешқандай ештеңеге қолым тигізген жоқпын, алғанда жоқпын. Өздеріңіз білесіздер ғой достар. Так, мен тазамын ғой, мен арым таза. Сондықтан қазір біз дәлелдеп өз-өзімізді ақтап шығатын боламыз достар. Ато болмайды, білмеймін не екен қазір. Полиция тексере берсін, кәме сыртқа шыға алмай. Мен полиция мырза сұрақ қойсам бола ма? Мен задержанныймын ба, яғни шыға алмаймын ба жаққа? Әрине задержанныйсың. Бірақ сіз далаға шығып күте тұрсаңыз болады ана жерде. Жарайды, қазір жетелдермен сөйлесе тұрайын мен. Жетелдерге мен толығын нақтысын айтуым керек. Жетелдер, короче, жетелдер мені тыңдаңдар. Мен ешқандай сендердің заттарыңды ұрлаған жоқпын. Мен Машаның заттарын, Машаны, яғни тергеп жүрмін ғой мен, короче, сендердің заттарын қайтарып берген деген ойда кіргенмін мен мына жаққа. Сондықтан сендер маған сеніңдер. Сендер маған ешқандай арыз жазмаңдар. Сенбейміз саған. Не арыз жазбаймыз саған? Жетел, енді мен қазір полиция тексереді, қазір мен ақталып шықсам, сендер өздерің кінәлі болып қаласыңдар просто. Маша деймін бәрін істеген. Қайдағы Маша, кім ол Маша деген, танымаймыз біз. Маша Медведтегі жынды. Так, жарайды, бұл жетелдермен сөйлесудің тым несі жоқ, достар, пайдасы жоқ бізге. Маша өзі қайда кетті? Так, мына, ана жетелдер, Машаны қуалап ұстап аламын мен, так, достар, қуалап ұстап алу керек бұл Машаны. Бері кел, Маша. Сен, ұятсыз неме, оңбаған. Сен неме жетелдердің заттарын ұрлап жүрсің? Қайдағы оңбаған? Сен жетелдердің заттарын ұрлап жүр екенсің ғой, полиция келді, сен ұстап алып жүр кеттік. Құмаңдары, түсіндей балаған есеп түсіндер. Ұялмайсыңдар ма?
кийдиңер. мен сени көрдүм, мен куагермин, мен сени көрдүм бул жерден шыкканыңды. Сен жетилдердин заттарын эмнеге урлап жүрсүң? Кайтарып бер, Маша. Мен сени урладым ба? Сен урладың ба? Жителми сен урладың ба? Айтсай. Урлады. Жетел айтсай сен Осыма шындыгында. Моля айтып атканың, осыма. Осы го багана өзүң айтып койсуң дейтин, осы кыз деп. Өзүме келип алган. Кандай айтып атсыңдар? Sen konu hatırlıyor boyundası ya maşasın bak kimsin sen aşırı деген. Sen Аны buraya айтып yanılmayışma атам. bir Бул сени көрүптү, Маша бул сени көрүптү. Sen ağzın karap söyle. Burun yoksun da. Ben seni urlanan jokpun. Sen de ağzın karap söyle. Маша сен моюндасай, күчтүү кызсың го. Сен ана Машага досторум моюндамайт экен. Менде бүткүл видео бар го, билесиң ба, Маша? Менде видео бар. Видеомду көрсөтө алам мен полицияга. Иште полиция али текшерип атыр. Бергisi. Не болду? Мойла, мен оғанан ұрлағанчы айтпаш, пожалуйста. Мен айтпаш, мен әдей істеген жоқпын. Маған бандиттер айтты ғой. Маған осыны істемесең біз сені айырамыз деп айтты маған бандиттер. Ондай тірлікке сен дейтін неге барасың? Сен кішкентай қызсың ғой, сен ондай нәрсені айналыспасаң болмайды ғой. Қандай бандиттер? Болды, жылама, Маша. Болды, мен сені қорғаймын, бірақ Аюды өлтірем деді ғой маған. Аюды өлтірем деді ма? Бандиттер, кім бандиттер олар? Полицияға мен айтам. Маша, короче, мен сені бәрін түсініп тұрмын, Маша. Сен қазір бүткіл заттардың бәрін қайтарып бересің, шетелдерге, яғни біз екеуміз қайтарып береміз, ма? Содан кейін полицей бәрін тексерсін, бәрін десін, мен сені ақтап алуға шығам, ақтап алуға тырысам ғой үшін. Сөйтсе, мен іштен ұрламадым, мен сенің үйінде күтіп отырам. Жарайды, достар, мынау да бір проблемный болып кетті ғой. Жарайды, қазір дейтін біз полицияның істегенін күтеміз, қазір шықсын. Полицияның өзі қайда қазір? Полиция шығып жатқан сияқты ғой өзі. Мыяқта шетелдердің бәрі жиналып қалыпты, достар. Короче, ішке кірейік. Не болып жатыр? Маша! Ойбай, не вовремя кіріп қойыппын ғой мен. Достар, күтеміз полицияның шыққан. Полиция өзі қайқа кетіп қалды. Мен Машаны бар ғой. Қазір күтеміз. Полиция мырза қайдасыз? Полиция мырза. Бірдеңе тексеріп жатыр, достар, ауылдың бәрін тексеріп отқан сияқты ғой. Жарайды. Жаңа ғана Маша бар еді. Не болып кетті өзі? Қайдағы Маша? Жарайды. Көзіме елестеген шығар, бүгін Маша көп елестеп кетті. Қысқасын айтқанда жителер мен кешіріңдер, бірақ яғни мен қол отпечаткасын алған болатынмын. Оның ДНК-сын мына арқылы алып көрсеңдер болады. Қысқасын айтқанда Мойляның еш қатысы жоқ болып шықты. Бірақ мен әрине розовый біреуді көрген болатынмын. Ол қайда да жердің астына түсті, мен қасымда тұрған тұғын. Полицей мырза, мен сізге түсіндіріп бере аламын. Былай шетке шығасыз ба? Жетелдерден бұрын. Шетке шығыңызшы, мен сізбен сөйлесейін. Короче, мен Машамен сөйлестім. Яғни Маша бұл нәрселерді ешқандай бұл тірлікке қатысы жоқ. Бұл нәрселердің бәрін қайтарып береді. Бірақ мынау Машаның жасаған, оны бандиттер жасаған екен. Осы ауылдың бандиттері. Оны сіздердің құқылы, сіздердің міндеттеріңіз ғой сол бандиттерді ұстау. Неге ұстамағансыздар? Бізге ешкім әрине жазған жоқ өйткені. Біз сізді кешіреміз, әрине Машаны кешіреміз, бірақ оны жеделдер шешеді, біз шешпейміз оны. Кешіріңіз. Сау болыңыз. Болды онда жарайды. Қазір мен дейтін бар ғой. Машадан бұрын заттарын қайтарып берейін, достар. Алмастар бар екен мұнда. Достар, қазір мына 2 алмас, телефондарын бәрін қайтарып беру керек, достар, заттарын бәрін алу керек. Ұялмаймын екен, аналарыңыздар, золотой медаль дейді. Көптеген дүниелер. Маша, шошып кеттің ғой, не істеп жүрсің? Ошым заттарын бәрін қайтарып бер, ма? Заттарын бәрін қайтарып бер. Болмай ма? Болмайды сен, Маша, ондай жаман ойда болмай, ондай болма. Жарайды. Ондай тірлікпен айналыспай. Болды, қалғандарын ұрлаған жоқпын мен. Қойш, мына алтындардың бәрін ал, сенікі емес ғой, мен білемін ғой. Берейін. Шын айтам. Ол жетелді, басқа жетелдердікі ол, басқа ауылдікі ол.
Башка ауылдыкы иш сага сонда да кайтарып берме. Шетелдер, мен сендер менен кешірім сұраңдар, мен сендерге бәрін берем. Дұрыс. Осы ма? Сендер менен кешірім сұраңдар, болыңдар тезірек. Сендер менен Шетелдер- кешірім сұрамасаңдар, үстеріне Ырзасыңдар жазып ма? берем. Ырзасыңдар го заттарын кайтарып берип болду. Эч кандай заявление жаза алмайсыңдар. ырзамыз го. Жарайт, Моля. Біз саған сендік, бірақ бұлай екінші істеуші болма. Әркімге сене бермесеш. Жакшы. Так, шетелдерден акыл айтатын, шетелден акыл Моля, не істейтін уақыт болды, сен маған сенесің ғой, мен саған сенем. Жан сол. Жан. Сен бірақ андай тірліктер жасама, жаңа сөйлейтін жасырынып менен бар ғой. Аюды өлтіріп тастайым деді ғой. Аюды құрбан айтқа соям дейді маған. Құрбан айтқа соям деймін. Не деген ол жауыздар. Жарайды, мен видео түсіріп жатырмын, қазір видеоны аяқтайын, бірге аяқтаймыз ба? Жауыз имамдар ғой. Тағы бірге аяқтайық та. Давай, кеттік ал. Достар, осындай видео болды, анасы лайктарыңызды басыңыздар. Біз, яғни қазір арызды қайтып алды, бізде бәрі жақсы, Маша екеумізде. Маша енді ондай тірліктер жасамайды, енді аюды өлтірем дегеннен кейін амал жоқ, ондай тірлік жасапты. Сондықтан сіздер ондайды өміріңізде вообще жасамаңыздар. Сіздермен болған мен Моля және Маша. Сау болыңыздар достар. Мен Маша.